қайырлы күн, құрметті әріптестер. Біз кризистегі тестті жасамас бұрын ChatGPT-ден мен осылайынан тест сұрап аламын. Яғни ең бірінші өткен тақырыбым бойынша өзімнің қажетті тақырыбымды жазамын, қанша тест керектігін және қандай деңгейінің керектігін жазамын. Сосын оған тест құрап береді және оған сіздер қосымша жазуларыңыз керек, төрт түрлі жауап және бір дұрыс, үш қате жауап беріңдер. Және оны Word түрінде бірінші кәдімгі түрде тексеріп аласыздар, есептіні жаңа немесе қойып жатқан тапсырмаңызды, сосын барып тестті Word түрінде жүктеп аласыздар. Себебі Word түрінде жүктеу бізде лимиті бар, саны шектеулі бір күнге беретін. Осылай жүктеп алғаннан кейін мен рабочий столға сақтап аламын. Сақтап алғаннан соң барып Quizzes деп Google-ға жазамыз. Google-ға теріп көрсетемін. Осында Quizzes тесті жазасыздар. Сосын бірінші тұрған мына белгідегіні басамыз. Бұл бізге тест құрастыруға керек. Онлайн тест балалардың қызығушылығын өте жақсы көтереді. Яғни балалар бұны асыға күтетін болады. Енді қараңыздар, мына жерде өзіңіздің аты жөніңізбен кіресіз. Яғни сіздің Gmail-іңіз мынау компьютеріңізде, ноутбугыңызда тұрса, соны автомат таңдауыңызға болады. Және де мына шетінде басты беті деген секілді тұрады. Егер сіз басты бетін ашсаңыз, сізде осындай шығады. Яғни тіркелгеннен кейін шығады. Құрастырасыз, орысша шығуы мүмкін, қазақша шығуы мүмкін, сіздің таңдаған тіліңізге байланысты. Мен қазақша таңдадым. Сосын дайынын іздесеңіздер де болады, іздеуді басып, одан соң барып өзіңіз қандайда біріне жүктесеңіз болады. Сосын менің кітапханам, яғни библиотекам бар. Ол жерде сіздің жасағандарыңыз, мысалы 1-2 жыл, 3 жыл, 4 жыл жасағандарыңыз болса, соны қайта ойната берсеңіздер болады. Одан кейін жалпы қанша құрастырғаныңызға дейін барлығы тұрады. Мен мысалы үшін биыл күн десем болады. Сонымен қатар басты бетке кіреміз. Басты бетке кіріп, құруды таңдағаннан кейін сіздер пәндеріңізді таңдасаңыздар да болады. Құрудың астында енді мына жерді көрсеңіздер, презентацияда құруға болады, видеоны да жасап қоюға болады, қандай да бір үзінді жасауға болады және карточкалар жасауға болады. Маған ең керегі бұл жерде бағалау, яғни балалардың білімін пысықтау мақсатында. Енді бұл жерде бір қызықты айтайын. Мына жерде жұмыс парақтарын салу арқылы біріншісінде, екіншісінде жи арқылы генерациялау. Бұл жерде жаңағы жауабын немесе сұрақты да сізге жи жасап береді. Немесе жаңадан жасауды бассаңыз да болады. Енді егер біз біріншісін басатын болсақ, құрылғыдан жүктеп алуды басамыз. Өйткені мен маған неге жүктеп қойдым. Жүктеліп жатыр. Егер сізде ұзақ өте көп болса, кішкене пайыз интернет нашарлау болса, осылай ұзақтау болады. Опрос жасауға болады, жаңағы кестелер салуға болады. Яғни мұнда мүмкіндіктер өте көп. Бірақ назар аударатын нәрсе, бұл кейде автоматты түрде орысшаға кетіп қалу ықтимал. Сол себепті назар аударасыздар. Мұнда қарасаңыздар, тіл дегенді басты не? Осы жерде көбіне қазақ тілі шықпай қалады. Сол себепті Word пен қазақшаны жүктеп алып салғандарыңыз дұрыс. Көріп тұрғандарыңызды тағы да шықты. Енді мына жерде викторина жасадық немесе тест әртүрлі болуы мүмкін. Мысалы, мен осыны таңдағым келіп тұр.
Енді міне алдарыңызда шықты. 5 плюс 5 қосылған минус 3. Жауабы 2. Жауаптарын тексеріп алыңыздар міндетті түрде. Мына жерде көрдіңіз бе, сұрақты өңдеуді басасыз. Егер сізді сұрақты шатыстыратын болса, мысалы үшін мынау керек емес балаларға. Жоғары тұрған сұрақты сақтауды басасыз. Енді тексеріп шығыңыз. Кейде дұрыс жауаптан да қате кетуі ықтимал. Сол себепті толық тексеріп шыққаныңыз дұрыс. Негізінде жазуды орысқа салған кезде алып тастағанымыз дұрыс, себебі соған назар аударып, осылай қайта-қайта шыға беруі мүмкін. Тексеріп алғаннан кейін уақытын қоясыз. Бұл әр сұраққа берілген уақыт. 30 секундта, әлде 1 минутта, дәл сол сияқты уақыт қойып шығасыз. Ұпай неше ұпайлар бересіз? 1 ұпай ма, 2 ұпай ма? Толық барлығын жасап болғаннан кейін, мысалы үшін сессия ішінде жазатын сұрақ болса, мысалы мына жерде бос орын толтыру деген бар. Мына таңдау өңдеуді басқаннан кейін бос орын толтыру деген жерді тест, көп таңдаулы тест немесе осылай жазсаңыздар да болады. Қазақ тілдерде де болады бұл. Болғаннан кейін сұрақ қойсаңыз да, қоссаңыз да болады, қоспай бір ретін алдын ала тексеруден, жоғары тұрған алдын ала тексеруден жасаңыз болады, немесе жарияласаңыз болады. Жариялағаннан кейін міндетті түрде тексеріп шығыңыз. Тексеріп болғаннан кейін бізде әртүрлі нұсқалар бар. Бастап кетсеңіз болады, немесе жоспарлап қойсаңыз болады. Жоспарлауды басып, және де мұнда жұмыс парағы деген бар. Осыны алсаңыз да болады. Қазір спикер. Мұнда балалар оқу есімін, сыныбын жазады, және де күнін жазады. Сол секілді мынаған А, Б, В деп белгілеп шығады. Ойын ретінде ойнатқыңыз келмесе, қағазбен бергіңіз келсе, осылай шығарып, дайында шығарып берсеңіз болады. Және кімде интернет жоқ, сол оқушыларға шығарып берсеңіз, барлығы бірдей бір тест тапсырушы еді. Бұл болғаннан кейін ойынды бастауды басамыз. Жариялауды басқаннан кейін мұнда есімнің атын бересіз. Мысалы, рационал сандар есім. Таңдауға ыңғайлы сыныбын жасайсыз. Қанша адам қатысып, шектеулі адам қатыстырасыз ба? Есесі курс болса, әлде барлығы көру керек па? Соны көрсетесіз, сосын суретті боясыз ба? Беті қандай сурет болып тұру, сосын жариялау деген басындағы жариялау деген басасыз. Ол шықпаса, демек сіз көп черновикте қалып қалды, яғни ойната алмайсыз деген сөз. Енді бұл жерде екі вариант шығады: оқушы қарқынымен, мұғалім жетекшілігімен. Егер сіз мұғалім жетекшілігімен таңдайтын болсаңыз, онда бір сұраққа уақыт бересіз, өзіңіз бересіз де келесі сұрақты уақытпен ауыстырып отырасыз. Өзіңіз ауыстырып отырасыз. Ал оқушы қарқынмен десе, оқушы бітсе екінші сұраққа өтіп кете береді. Келесі жариялап басқаннан кейін сізде тест режимінде ма, әлде классикалық? Мысалы, мен өзімде классикалық неге. Сосын кіруі тиіс оқушы қанша әрекеттерін шектеу алады. Сеанс әрекеттері бір ретті басам. Екіншіден қайталаған қаламаймын.
Сіз шектеусіз десеңіз, оқушыға көп мүмкіндік бере береді, яғни көбірек тестап сұра береді. Сұрақ таймерін қалай қоямын? Қосылу уақыт аяқталғаннан кейін жауап беруге рұқсат. Уақытсыз аяқталып қалса, бала әрі қарай жауап береді. Егер қосылу тұрғаннан кейін уақыт аяқталса, сіз сұрақты уже алып тастайсыз деген сөз. Мен осы вариант таңдаймын. Сосын енді мыналардан керек емес деп ойлаймын. Бұл жауапламайы жасадық. Енді мына қалғандары керек емес десек болады. Сұрақтарды араластыру керек. Барлығына бірдей сұрақ емес. Мысалы үшін біреу 5-ші сұрақты жасап жатса, біреуге ол 1-ші сұрақ болып баруы мүмкін. Жауаптар да солай. Мысалы бір А деп бір-біріне айтып үлгереді. Ода бір А емес, 5-ші сұрақтың Асы да емес, может Сы деп мүмкін, барлығын араластырып тастайды. Одан кейін бәрін болғаннан кейін бастау дегенді басасыз. Балалар мынау копия жасап алып, көшіріп алып, WhatsApp чаттарға таратсаңыз болады, немесе балалар мына кодпен кірсе болады. Мұнда көшіріп чатқа таратсаңыз болады. Және мына жердегі сілтемесі арқылы, немесе классруммен бұрын жұмыс жасаған болсаңыз, сонымен, яғни алдыңызда тұрған барлық браузерлермен, интернет желілермен жасауға болады. Сілтеме берсеңіз, автомат осыған кіреді. Қазір мен бастай алмаймын, себебі мына жерде адамның санын көрсетсем, мына жерде 0. Осы кемі бір адамға басталғанда ғана